Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтанова Аңкарым, жолдасым Құдайбергенов Қазбек. Қаңтар оқиғасы бойынша қазір изоляторда отыр менің жолдасым. Біз Қызылорда қаласының тұрғынымыз. Кеше 25 қараша күні бізде кезекті сот отырысы болды. Кезек жарыссөзге келген болатын. Том іс қағаздарында көп өзгерістер көп өзгертілген, парақтарын өзгерткен. Жаңағы бірінші үкіметтен берілген адвокаттың жаңағы қолдары сәйкес келмейді парақтарда, подпистері. Сол айырмашылықтарды, көп қателіктерді біздің адвокаттарымыз тапты. Сол бойынша жаңағы үкіметтен берілген адвокатты біз сот отырысына куәгерлік етуге шақырған болатынбыз кешегі отырыста. Ол кісі келіп, мына подпистер менікі емес. Басында жаңағы адвокаттыққа енген кезде неге ордерге қол қойылған менікі деді, қалған подпистер менікі емес деді, тергеу әрекетінде мен қатысқан жоқпын деді. Жаңағы дәлелдеме ретінде алынған киімдерді алған жерге де қол қойған, оған да мен қатысым жоқ, мен қол қойған жоқпын бұған деді. Значит, оны тергеушілер өздері қойып жүрген. Адвокаттың болмауын, адвокатсыз тергеу әрекеттерін жасаған, заңсыздыққа барған деген әрекет. Ал кешегі отырыста прокурор бізде жарыссөзде сөйледі. 380 баптың 3 бөлігі 4-ші 8-ші баптарын қосқан болатын кезінде. Жаңа КамАЗдың шофері Тұрманов Асқарды менің жолдасым якобы ұрды деген жаңағы немен қойған болатын. Сол бапты кешегі отырыста прокурор жарыссөзде алып тастады ол бапты. Өйткені жәбірленуші Тұрманов Асқар деген мырза қайта-қайта сот отырысында 3 рет сөйлеген болса, үшеуінде де 3 түрлі жауап берген. Сол себепті ол кісіні алып тастады істен. Енді бізде 272 баптың 2 бөлігі, 255 баптың 4 бөлігі және 380 баптың 1 бөлігі, 2 бөлігі және 6 тармақтарымен қалып тұр. Әр бапқа енді өзінің жылдарын айтып келе прокурор 20 жыл сұрады. Жолдасымның бас бостандығынан айыруға 20 жыл қатаң режимде деп сұрады. Мен вообще түсінбеймін, қолдарында ешқандай дәлелдемелері жоқ. Менің жолдасыма адамның өлімін іліп салып отырып, өздері жаңағы негізсіз айып тағып отырып, енді келіп 20 жыл сұрап, дәлелдемелері жоқ бола тұра, жаңағы сот бітуіне аяқталып қалған кезде басқа істегі, жаңа қылмыстық істегі видеоларды алып кеп, яков мынау сен деп бізге іліп салғысы келді біраз нәрселерді. Енді келіп 20 жыл сұрап тұр. Ал жаңа қайтыс болған Қайсаров Мадияр, Қызылорда бойынша бір солдат қайтыс болған, сол кісінің әкесі пожизненно сұрады. Қатаң режимде пожизненно сұрады. Сонда өздерінің жасап отырған, өздерінің жаңа қолдарын сылана отырып, білектерін сылана отырып, кірісіп жасап отырған нәрсесіне мен таңғалам ше. Өздері кезінде байқаусызда солдат баланы өлтіріп алған болса, басып алған болса КамАЗбен, енді келіп неге менің жолдасымды 20 жылға соттау керек? Мен тек сұрайтыным әділдік болсын. Біздің 3 баламыз бар, кәмелеттік жасқа толмаған, қарт анасы бар. Өзім 2-ші топ мүгедекпін, онкологический емделіп жүрмін. 2-ші топ мүгедек ағасы бар. Бір семьяны емес, 2 семьяны асырап отырған адамды келіп террорист қылды, адам өліміне кінәлады. Енді келіп 20 жыл сұрап прокурор енді таза кірісіп менің күйеуімді соттамақшы. Қаншама габитологиялық сараптамаға біз жаңа өтініш жасаған болатынбыз, қолтаңбаларына өтініш жасаған болатынбыз, эксгумацияға өтініш жасаған болатынбыз. Қайтыс болған сарбаздың неден қайтыс болғандығы анықталмаған, не вскрытие жасалмаған. Қаншама істе жаңа түсініксіз нәрселер көп бола тұра. 20 жыл сұрағанда мен вообще прокурорларға таңғалдым, прокурорға. Бізде прокурор Сариев, судья Алиев Туман Икрамович,
секретары Меңліқожаев Бағдат деген жігіт. Ендігі отырыс бізде оглашение 29 қараша күні 15:00-де болады. Менің тек сұрайтыным биліктен менің жолдасымды бостандыққа шығарсын, ақтап шығарсын, ешқандай кінәсі жоқ. Қаңтар оқиғасында жүргенінде белсеніп қатыспаған, қайдағы Мұхтар Әблязовтың ДВК мүшесіндегі мүшесі деп жазған, ДВК құрған мүшесі деп жазған. Менің жолдасым тіпті танымайды да Мұхтар Әблязовтың кім екенін. ДВК деген сөздің расшифровкасында түсінбедік біз басында. Шетелде отырған Мұхтар Әблязов бізді қайтсын, қарапайым, ештеңемен шаруасы жоқ, өзінің жұмысын жасап, адал еңбегімен әйтеуір қайтсем де бала шағамды асырайым деп жүрген адамды қайтсын Мұхтар Әблязов. Мен тек әділдік сұраймын. Әділдік болсын. Жолдасымды ақтап, кінәсіздігін ақтап, сот залынан шығарсын, босатылсын сот залынан. Мен тек соны сұраймын. Біздің сот Facebook каналында Қызылорда соттары деген парақшада прямой эфирде жүріп жатыр. Көрсеңіздер болады біздің барлық отырыстарды. Мен және де әр соттан кейін осындай қысқаша түсініктеме соттың қалай болып жатырған, заңсыздықтар қандай болып жатырған барлығын түсіріп беріп отырмын. Енді мен тек сұрайтыным әділдік. Жолдасым аман-есен ортамызға, отбасына оралсын. Ешқандай кінәсі жоқ, жазықсыз адамды 11 ай заңсыз түрде үйден ұстап алып кетеді. Заңсыз түрде үйден өздеріне керекті киімді алып кетеді. Сөйтіп келіп 20 жылға соттауға ешкімнің құқықысы жоқ. Менің балаларымның құқығы бұзылмау керек. Жолдасымды ақтап шығаруларыңызды сұраймын, талап етемін.